Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сізбен бүгін Таир Насханов адвокаты. Бүгін біз салық даулар әңгімелесеміз. Менің YouTube каналыма жазылыңыз, лайк қойыңыз. Сіз сауда орталықтарына барған шығарсыз, немесе қосымша арқылы таксиге тапсырыс бергенде шығарсыз. Қонақ үйлерде таңғы ас ішіп, іс сапарда болғанда шығарсыз, немесе телеарналарда бейнелер көрдіңіз. Мысалы, сауда орталықтарында көліктер мен едендерді жуған немесе карта арқылы жүргізушінің қызметтерін төлеген адамдарды байқағанда шығарсыз. Заңды тілде бұл мәмілелер деп аталады және олар күнделікті жасалады. Бұл айқын және қарапайым нәрсе сияқты. Алайда соңғы жылдары салық органдары мұндай мәмілелерді жарамсыз деп танып туралы соттарға жаппай жүгіне бастаған үшін бюджетті толықтыруға шешім қабылдады. Өкінішке орай соттар салық органдарының пайдасына әділетсіз шешімдерді кезекті түрде шығарып жатыр. Бизнес-омбудсменнің мәліметінше, биыл ғана еліміз бойынша осындай талаптардың 95% қанағаттандырылған. Қазір бұл істердің көпшілігіне ақыл-ой мен заңдылықтың ескерілмейтінін көріп отырмыз. Өзіңіз қарап көріңіз. Орындалған жұмыс актісі бойынша қабылданған спорт кешені салынған кезде, немесе мыңдаған адамдар таңертең тамақтану кезінде қонақ үй қызметтерін пайдаланған кездегі мәміле жарамсыз деп танылады. Соттар материалдық база жоқ, немесе жеткізушіде қызметкерлер жеткіліксіз деген сенімді мәлімдемелерді қабылдайды. Бірақ жеткізушінің тауарды үшінші тұлғалардан сатып алғаны, қолма-қол ақшасыз төлегені және адалдықтың басқа дәлелдерін ұсынғаны туралы түсініктемелері ескерілмейді. Нәтижесінде жүздеген компаниялар бұзылады, немесе көлеңкеге кетеді. Осылайша мемлекет осындай әрекеттермен өзінің аяғын өзі атады. Мұндай талаптардан кейін жабылуға мәжбүр болған әрбір фирмада қызметкерлер жұмыссыз қалады. Олардың артында ешерге асы жоқ отбасылары қалады. Жұмыссыздар саны артады, сәйкесінше әлеуметтік шиеленіс артады. Айтыңызшы, бұл биліктегі біреуді мазалай ма? Менің ойымша онша емес. Әзірше сау болыңыздар. Бүгін сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, қойыңыз. Менің әріптестерім Насханов және серіктестері кеңседен міндетті түрде жауап береді.